Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен сырок жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен творогты, сары майымызды, қантты барлығын блендерге салып, жақсылап масса болғанша езіп аламыз. Дайын болған массаны кондитерский мешокқа салып, формаға құйып, морозилникке 2 сағатқа жібереміз. Біздің массамыз қатып, жақсы формасын ұстап тұрды. Осы аралықта шоколад пен сары майды ертіп алдым және оған орех қостым. Дәм беріп, әдемі вид болу үшін шпажканың көмегімен қазір массамызға шоколадты жағатын боламыз. Осылай аунатып жағып аламыз. Массамыз қатып тұрғандықтан шоколадымыз сразу қатып, әдемі болып кеуіп шығады. Осылай оңай әрі тез жасалынады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Таза, табиғи өз қолдарыңызбен жасап, адал асты ұсыныңыздар. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің отбасыма қатты ұнады. Сол себепті сіздерге ұсынып отырмын. Адал ас әрқашанда өтімді, пайдалы, дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.